Өзі қатар балалар менің көкем деп сөз бастағанда, ол да әкесін ойлайтын. Ойлағанда көз алдына шашын шалқайта қайырған кең маңдайлы кісі елестеуші еді. Күлімсіреп төрде отыратын. Аузынан әлдебір сөздер шығады. Есінде көмеске елесі ғана. Бұлаңғытқан әке бейнесіне ұмтылып, сөзін ұққысы келеді. Әкесі сөйлей береді. Бұл бірақ естімейді. Сонда әкесі не айтты екен? Кең маңдайлы кісінің кейде гармон созып шалқитын сәттері болатын. Ал қазір әке дейтін бейтаныс адамның құлаштап созатын гармоны қоңыр шифонердің үстінде үнсіз тұрғалы қашан. Бала гармонның қатпарын жазып, ішіне үңілетін де, әкем осында жасырынып отырған шығар, осында оның жаны тұрған шығар деп түсініксіз қиялға да берілетін. Әкесін бала кезінде көп іздейтін, анасының әңгімелерінде іздейтін. Кейін ол әдетін ұмытты. Үлкендер жағы бұның әкесін еске алып, ғибаратты әңгімелер айта бастаса да, ол кісі сондай болған ба дейтін де қоятын. Өйткені оған енді әке бейнесі мүлдем жат еді. Сөйтіп анасының құшағында өсті. Сәби періште, ол шақалаққа жарық дүниенің тылсым құдіретін сездіргеннен кейін қайтып кетеді. Адамның сәби болып өмір сүрмейтіні содан, ал шақалақ жетіліп, маңдай сүйегі бекегенде есі кіріп, ата-анасын танитын. Бала да анасын 2-3 жасында анық таныды. Ерке еді. Ерке екенін ғана білетін, бірақ ештеңе ойламайтын. Бір күні басы орасан үлкен, адырақ көзі тас төбесінде ойнаған кісі келіп, анасының жанында аржалақтап отырып алды. Бұған ақбор кәмпит берді, жауырынан қақты, алақаны жалпақ, әнжімді екен. Аздан соң шолжаңдап, малдас тұрған ағаның алдында көлденең түсіп жатып алған, ұйықтап кетіпті. Оянғанда анасының жылап жатқанын көрді. Баланың іші қалтырап, анасын алғаш рет жатсынғандай күй кешті. Өйткені анасы жыламайтын, күлімсіреп жүретін. Ал мынау ұзын бұрымы ретсіз тарқатылған, иығы жартылай жалаңаш бөгде әйел. Бала кешегі адырақ көз ағаны да жек көріп тұрды. Содан кейін оған дүниедегі бар жамандық пен жаман адамдар адырақ көздің ұсқынына ұқсап кете берді. Мектепке жаңа барған кезінде сезімтал бала жақсы оқып, анамды қуантайыншы деп ойлайтын. Жақсы оқыды, тіпті кілең беске оқыды. Үздік оқушы ғана емес, белсенді оқушы болды. Анасы сонда шат жадыман күйге бөленетін, шаттық кешетін. Ана жүрегіндегі қуанышты көзінен көріп бұл да қуанатын. Иә, ептеп мақтанатын. Мама, мен үлкейгенде бастық боламын. Көресіз, екеуміз қалада тұрамыз. Жылдық оқу маусымы аяқталған сайын мақтау қағаз иеленетін ұлын ыстық омырауына басып, айналып толғанған анасы, сен менің үмітімсің, шырағымсың дейтін. Бала мектепті алтын белгімен аяқтап, алыс шаһарға аттанғанда, қара жолдың бойындағы талда бүрген, қара шашы желке тұсында түйілген, ашаң жүзді жас әйел ұмсынып қала берген. Менің анам қандай әдемі, менің анамның көзіне ұқсайтын бір сұлуды әкеліп, қолына қондырам, келін қылам деп іштей ой түйген ол, белден белге асып, жіңішкері үзіліп барып көкжиекке сіңетін сүрлеу соқпаққа түсті де, артына қарай ұзап, көз ұшында қара ноқатқа айналды. Ол таңдаған мамандығы бойынша оқытатын әйдік оқу орнының есігін еш кедергісіз ашты. Ауылына қоңырау шалды, анасын қуантты. Қайран шешем, қуанғанда басыңдағы жаулығың сусып кетуші еді, көңілің өсіп, көрші көлеңді бір шәугім шайға шақырып та алған шығарсың деп жымиды мейірленіп. Курстан курсқа өтер кездегі демалыс уақытын пайдаланып, анасына үзбей келіп кетіп жүрді. Анасы жадырап қарсы алатын да, сәл жабығып шығарып салатын. Ақылың бар ғой, жастықтың мастығына ұрынбағайсың, аман бол. Менің сеннен басқа сүйенер кімім бар дейді анасы. Ал менің сеннен басқа кімім бар дейді ұлы. Оқуын тәмам қылған соң, мамандығына байланысты қосымша білім іздеп, қызмет орнын таңдап, анасын бірер жыл сарықтырып қойды. Бірақ көпке созбады. Ортаңғы курста көңіл жарастырып, тілек қосқан ғашығына жұп құраудың жайын айтты. Жалғыздығын, әке деген айбарлы тұлғаны көрмей өскенін, жанашыр жақынның аздығын, анасының құба төбел, қоңырқай ғана тіршілігін қала берді. Сынық мүйіз қара сиыр мен тор биеден өзге қорасында қара құраның жоқтығын да жасырмай жайып салған. Үйіміз аласа, шатыры жұқа, толасы жаңбыр жауса, тамның қабырға сылағы босап қалады дегенді де айтты. Осының бәрін үнсіз тыңдаған қалыңдығы, ауылда тұрсақ, жаңадан үй салармыз, қалаға тұрақтасақ, анамызды көшіріп алмаймыз ба деп жымиды.
қалыңдығының бәденді жылы жүзі күлгенде бетінің ұшы шұңқырланып оймақтала қалатыны анасына ұқсайды екен. Ауылға қол ұстасып барған ұлы мен келінін самайына күмістің күнжімді буы жұққан, көзінің айналасы ұсақ, майда жімдер торлаған ана қарсы алды. Ізетті, тәрбиелі келінін көріп, ғазиз ана түлеп сала берген, барын шашып той жасады. Тойда маңдайы жарқырап, қуанышына құтты болсын айта келген ағайынның ортасында нұрланып отырды. Той тарқаған соң, қазан ошақ жаққа әдетінше жүгіріп кетіп, келіннің жолына көлденең кеп қалғанына қысылып, ол үстінен ұялып та жүрді. Сіз енді суға араласпаңыз, бәрін келініңізге тапсырыңыз деп кеңес айтты ұлы. Анасы ұлының сөзін қостады. Бірақ жат жұрттың баласы ғой, шаруаны дөңгелентіп әкеткенше қасында болып жөн көрсеткенім артық емес деді. Анам әлі жас екен, қайратты екен. Оның үстіне қасиет тұтқан қазан ошағының басынан бір күнде қайтып қол үзсін, келіннің тәрбиесіне алып, бауырына басқаны дұрыста шығар деп ойлап, ұлы үндемеді. Жылдар бірде аяңдап, бірде арындап, бірге жерге ұзап кеткен. Іргетасы биік құйылған қос қабатты ақ сарайдың ауласында күн шуақтап қарт әже отырды. Бақытты әже, бау-бақшалы, зәу-зәуатты немерелі әже. Қарт әже немерелерінің бірінің атын атап шақырса бәрінің есімін түгел түзеді. Ай, Тәуміріс, Мәнсүр, Әлнұр, Әйлин, ой, Құдай-ай, кім едің әлгі? Құбылай, бері мұнда келші. Кейде бұлардың қатарына баласы мен келіннің аты да қосылып кетеді. Әже немерелерін емшектен шыққан соң-ақ етегіне салып алатын, бірін жетелеп, бірін арқалап, бәрін өзі өсірді. Немерелерінің үлкені әнімін отау құрмақшы, ең кенжесі Айлин де бірер жылдан соң мектепті тәмамдайды. Немерелерінің қаз басқан кездерін ойлап отырып, кейуана өз баласының балалық шағына да әрегідік сапарлап қайтатын еді. Бүгін де сөйтті. Құрсағына шараны біткенін білгенде толқып, тебіреніп қуанған есінде. Іле-шала сәбиімді дүниеге қайтып әкелемін деп қатты қорықты да, мұндай хал барлық жас ананың бойында болады екен. Оны кейін білді. Ал дәрігерлерге барып, қаралып тіркеуге тұрған кезде естіген сөзінен жаны жаман шошыды. Баланы өздігіңнен туа алмайсың, жамбас сүйегің дұрыс жетілмеген. Жалпақ тілмен айтқанда жатырыңтар, баланың бас сүйегі қысылып қалуы мүмкін. Осы жайды кең құрсақ жеңгелерінің біріне құпиялап білдіргенде анау шоршып түсті. Ойбай, ол деген сұмдық, баланың бас сүйегі қысылып шапталып қалса, оны туу қайда, жаның аман қалсын деп. Көп әйелдің баладан қайтатын себебі сол. Баланың мәнісі бола жатар, басыңның амандығын ойла, түсік жасат. Мына сөзден жүкті әйелдің жүрегі мұздап кетті. Өне бойынан қан жүрмей, әлде бір темір құрсау түскендей тітікенген, әл дәрмені құрып құлап та қалған. Ол осылайша бар мен жоқтың арасында есеңгіреген күндерді басынан өткерді. Ешнәрсеге зауқы жоқ, тәбеті де жоқ. Жатырында ұйыған қанға жан бітіп, аяқ-қол біліне бастаған тіршілік иесі біресе қуантып, біресе қуартып, әрі-сәрі қылды. Сондайда екідай күйін жасырып, ерінің алдында күлімсіреп күлген болады. Күлсе, ішінде қайғы жамылған біреу үнсіз күрсінеді. Сөйлесе ар жағынан самбырлап, олдай солей жөнелетіндей құтын қашырады. Сонда ана тапжылдырмайтын талдаудың алдында тұрғанын түсінді. Не өлім, не өмір. Өмір сен әрине ғажапсың, нұрлысың, тәттісің. Сені дүниенің қандай асылымен айырбастауға да болады екен. Болмай ма екен сол өзі. Жаратқан ең жарылқап алдыңнан бейіштің раян қақпасын ашып тұрса да, сені тастап кету мүмкін бе? Сені өмір дүниеге әкелетін бейкүнә, ертең кім болатыны тіпті беймәлім, жан үшін қалдырып, қиып кете бару күнәда шығар бәлкім. Бірақ апырау, бірақ бүйрегін бүлкілдетіп жатқан сәбиінің не күнәсі бар? Бұл көрген күн сәулелі дүниені, жап-жарық әлемді, таң нұрын ол да көруі керек қой. Ол да өмірдің ащы тұщысын татып адам боп, адамдардың қатарынан ғұмыр кешуі керек. Жан бітіп талпынған тіршіліктің басталмай аяқталғаны, шырқалмай үзілгені зауал емес пе? Пешенесіне жазылғанын көрер. Қайткенде ол бұл дүниенің көш керуеніне ілесу керек. Ал мен оған ғажаптан қосылған жолдас болып жанында жүремін. Анасы жетімді менің рухым жебейді. Ана ажалды таңдады. 9 ай 9 күннің межесі толғанда толғақ қысқан ана дүниеге қош айтуға бекінген. Сәтін салып аман есен босанды. Аман есен қол аяғын бауырын алды. Бірақ қатты арып қалжыраған еді. Сүйек-сүйегін босаған жігі орнын тапқанша балпанақтай ұлым белі үзіліп, білегі талып, әрең көтеріп жүрді. Анасының омырауындағы сүтін қомайғай ол бір емгенде сарқып тауысатын. Арада күндер өтіп, торсық шеке ұлы
тез ширап өсіп келе жатты. Қызыл шақа боп ұйқыға ұйықтайтын жүргектегі бос мойын бөпелерге ұқсамайды, ширақ, қарашығы тып-тынық көздерін ашып алған. Бұның кезінде балаларымыздың жылбысқыланған қабағы жабылып, көзінің орнында сызық қана көрінуші еді. Мынаның жанары жайнап тұр, Құдай-ау деп қатындар таңдай қағатын. Қатар отыра қалып бала емізгенде жас босанған кейбір әйел омырауындағы өз баласын ұмытып, бұның ұлына қарап иейтін. Бала деген осындай сүйкімді, әй болсашы. Көңілі нілденіп, кеудесіне түйін байлаған қыздар да осылды көтеріп, ойнақтары қымырлана қышып, сүйгенді ұнататын. Жеңеше, сүйіп қосылғандардың баласы сүйкімді болады екен. Сол рас па деуші еді олар. Сондай сөздермен көздер ауыр тиді ме, бір күн ұлы көгеріп сазарып талдыда қалды. Ауа жетпегендей танауы қусырылып, көзінің қарашығы жоғары тартылып шалқалай берген. Мына бір жерім ауырады деп айтуға тілі жоқ. Сәбиінің дәрменсіз күйіне күйініп, дәрменсіз ана зар еңіреді. Өледі-ау, өлтіріп аламау деген ой сумаң қағып, ес ақылынан айырды. 9 ай көтеріп толғатып тапқанда жеткен осы ма? Азғана мейірленіп, азғана күн аналық дәурен сүргенде көрмегі осы болғаны ма? Шарасыз ана жанын қойырға жер таппай, есіктен төрге, төрден есікке жүгірді. Алақанын жайып Аллаға жалбарынды. Қыстығып, булығып, басын бесікке ұрып жылады. Сол кезде ғой 14 құрсақ көтеріп, бәрін дін аман өсірген Аймен әженің кіріп келгені. Аймен әже табалдырықтан зекияттады. Осы күнгі қатындар бала таппайды, бала тапса баласын құндақтап сақтайды. Жөргектен босат баланы. Сосын қойнына сап, ала келген жарты құты балды қолына ұстатып, мынаны тездетіп жылт деп бұйырған. Көгеріп талып демі үзілуге таяған сәбидің жөргегін жайып алған Аймен әже, бисмилля, менің қолым емес, Бибі Батиманың қолы деді де, сәбидің қара табанынан бастап көк желкесіне дейін ыссы балмен ұзақ ысқылады. Арқасын кішкентай жауырында балмен сылады. Кенет шекелігінен мөлдіреген қос тамшы ыршып шыққан сәби терең күрсініп барып титтей танауынан дем атқан. Артын шәңгәлап шәт желегей жылаған. Кәдімгідей үлкендерше көзінен жас сорғалап жылады. Аймен әже күлді. Ашуын-ай, жаманның ашуы қиын екен өзінің. Сосын сәбиінің төніп түскен бұның иығынан тартып тоқтатқан. Бала көзі кіпті. Көз балаға қара жел боп тиіпті. Бауырын көтеріп жүріп кеткенше аурушаң болуы мүмкін. Содан аман өтсе, ары қарай алаңдама, ұлыңды ұзақ өмір сүреді. Иә, ол 4-5 жасына дейін жиі ауырды. Іші тоқтамай өтті. Үстіне қара жара қаптады. Бөрткен басты. Жүріп келе жатып бойын теңшей алмай жығылып қала беретін болды. Кеш тіседі. Тілі кешігіп шықты. Балпанақта еді, етінен тез арып сылынып қалды. Әлжуаз, әлсіз бала үнемі қымтап киіндіріп қоймасаң, құс қанатынан тоңып мұрттай ұшатынды. Сондай көк жасық ұлды пәруана болып жүріп жеткізді әйтеуір. Ерте дүние салды. Жайсаң жан еді. Марқұм сылқылдаған сері жігіт еді. Әнді қалай айтатын, гармонды қалай тартатын, дүниені думанға бөлеп, айналасына шуақ шашқан асыл ер таң алдында түсіне енген қызыр бейнесіндегі жарқ етіп көрінді де бір-ақ күнде ғайыпқа сіңіп бақиғаттанды. Алпамсадай жігіт аяқ астынан дүние салғанда айнала жұрт аза тұтып ақыра қайғырды. Ажалдың басқан емес, тап қасында ойнап күліп жүрген некелі жарын жетектеп кеткеніне сене алмаған жас әйел қатарынан бірнеше рет талып құлапты. Бір есін жиғанда суқаны сүймейтін адырақ көздің кеудесіне басын сүйеп жылап тұр екен. Анау бауыры езіліп, қаза үстінде қан жұтқан адамға ұқсап еңкілдеп қояды. Қара ниет неме, күйеуіне қарадай өшігіп, сыртынан ғайбат сөз айтып дұшпандық істеп жүретін сұмырайдың нақ өзі еді. Сұңқылдай қалуын қарашы. Әйел сонда пенде баласының алдында төменшектемей, азаматтық арына дақ түсірмей, өмір сүрген есіл ері үшін, ерінің соңынан ерген қарасы, қара тұяғы ұлы үшін еңіре безіле бермеу керектігін түсінген. Түсінгенде белін бекем буып еңсесін тіктеген. Марқұм күйеуімен жағаласып, алысып ақыр дегеніне жеткен жауымен күресу үшін де қайратына мінген. Адамның ең аяулы сезімін аямай таптайтын, достың достық ниетін, адалдың адам пиғылын қабыл көрмейтін өркеудемен енді нәзік әйел майданға шықпақ. Солай болды да, күйеуін жер қойнына тапсырған соң бірер күн өтпей жас сұлу әйелдің екі алақаны күлдіреп, бір қабат терісі сылынып қалды. Тәңір-ай, бұрын күрек, айыр дегенді қолына ұстап алай тұрсын, қайсысының қайда жатқанын білдім екен десеңші. Тамыздық ағаш қалай жарылатын еді.
отын су қайдан келетін еді? Қарасан келгір анау қара сиыр мен тор биенің қыстық азығы, жем шөбі қораға қайтып жететін еді. Соның бірін білді ме екен бұл байғұс? Ішім жемнің де аз күнде түбі көрініп қалған. Осының бәрін еркек шіркін білдірмей тауып жүре береді екен ғой. Қаралы жесір қарап отырмады. Қолына айыр алып, малдың айырына шөп салды. Қырау қатқан күректің сабынан ұстап, қора тазалады. Кәрі қара ағашты балталап шауып отын жарды. Құдықтан су тартты. Баласын арқасына таңып алып, қазандыққа көп қылып нан жапты. Нанын арқалап, іргедегі шағын қалашықтың базарына тасыды. Кейін бір сауда дүкенінде әйелмен танысып, наны мен сүтін соған апарып беріп жүрді. Бірте-бірте қара шаруаға көндігіп, тапқан таянғанын саудалап күн көретін халге жетті. Үйітқан айраны тәтті ме, әлде қазанға жапқан наны дәмді ме? Жоқ, бұның көрікті жүзі көз арбай әйтеуір базарға барса болды, алдынан жұрт үйіріліп шығатын. Көктемде малшыларға жәрдемдесіп, төл алысты. Жазда атыз басында бел жазбай жүріп, қызылшаның түбін түптеп, арам шөбін отады. Күзде қырман басынан табылды. Қыста сауыншылардың ауылында тұрып, жүгірме сауыншының қызметін атқарды. Сөйтіп жыл 12 ай тыным таппады. Іске епті, қажырлы, қайратты жұмысшы әйел атанды. Бірақ қажымады, талмады, ажары да таймады. Бәріне шыдады, шыңдалды. Тек әйел затының табиғи тілегі ғана кейде түн баласы тәнін шабақтап оттай қарайтын. Адырақ көз бұл кезде бөлімші бригадирі боп атқа мінген. Кеңшардың өмірі бітпейтін жұмысына маталған келіншекке өзінше қамқор, жанашыр адам. Жұбайлық өмірдің қызығынан ерте жұтаған жесірдің марқұм күйеуін аузы қисаймай, шаң қимас досым еді, жолдас едік дейтін еді. Ол әрегідік мұны өзімсініп, қайыр қош жомарт кісімсіп, жаныңды көп қинамасаңшы, қаласан қасыма есепші қылып алайын. Таста құрып кеткір, кетпе мен күректі. Нәзік белің солқылдап, жанымда қағаз көтеріп жүрсең болды деп, сөзіне дәмесі мен әзілін араластыратын. Ілкіде әйелдер қап-қап картопты машинаның құрыбына көтеріп сала алмай, әбден қалжырап шаршап отырғанда, тасыраңбай бригадир атын тебіндіп жетіп келген. Сонадайдан шатынап, қамшы үйіріп келді. Бірақ көп әйелдің арасынан жесірді көзі шалған бригадир жүзін жылытып, шаршап қалдыңдар ма, қане, бұл шаруаны мен ақ тындыра салайын деп, белуарына дейін жалаңаштап шешінді де жұмысқа кірісті. Кәпірдің дене тұрқы келістіғ екен. Жауырыны шақпақ-шақпақ, бұлшық еттері бұлт-бұлт ойнайды. Аузы буылған қаптарды машинаның қорабына лақтырған сайын жотасын құз желкесін тер жауып, қоладай жылтырады. Ұрғаш атаулыны еліктірер, еркек иісі бұрқырап жұмысты жапырып істеген. Бұл сонда күн сүнген омырауын басып, бригадирдің әбжіл қимылына сүйсіне көз тастап қалған еді. Кешке еркегі жоқ үйдің есігін шалқай ташып, жалғыз өзі төрге озды. Жан қалтасына толтырып, бор кәмпит салып алыпты. Кәмпиттерін дастархан үстіне төгіп тастап шалқып отырды. Өзі шала баудан. Адыраңдаған көзін тас төбесінде ойнатып ұзақ сөйледі. Шатып-бұтып бірді айтып бірге кетті. Оққаны жесірдің күйеуіне қарыздар екен. Тірлікте азды кем өкпемен жүріпті. Соның бәрі бекер екен. Өмірде сыйластыққа ештеңе жетпейді екен. Қайран досым, ана дүниеден қайтып оралса, аяғын құшып жылар едім. Кешірім өтінем дер едім. Арамызға аламысық жүгірткен жамандардың сөзін еріп жауыққан екем. Мәнді білмей дұшпан сыраппын. Кеш бауырым, кеш деп жыламсырады ма. Әйтеуір мыржып мырыңдап, тыныштық үйған үйдің берекесін қашырған. Одан кейін жаны жүдеп, үркек соқтап отырған әйелге жармасты. Жаным, күнім деді. Жалғыз сыратпаймын, қиындыққа қалдырмаймын. Ұлыңды өз ұлымдай көріп өсіремін. Бір тілегімді орында, құшағыма ен, қойныма жат деп қолқалады. Түсінемін ғой, әйелсің, еркек көрген әйелсің. Ертең етегіңді біреуге бәрібір түресің. Өйтіп өсекке қалғанша өзіммен бол. Керек десең анау кер ауыз қатынымды садақ етейін деп те көкіді. Сөз осыған жеткенде қорғансыз жетір. Жесер жетіп саңқ етті. Иә, даусы шаңқылдамай, шаптықпай саңқ етіп шықты. Жетер бригадир жолдас, мен саған азғырынды бола алмаймын. Бұтының қамын күйттеп өмір сүретін бұралқың мен емеспін. Сен менің есіл ерімнің сынған тырнағына татымайсың. Ғазиз жарым дүниеден қайтқан күні менің тәнім өлген. Мен тән өлген әйелімін. Жаратқан қақтан жалғыз ұлым үшін жанымды ғана аманатқа сұрап алғанмын. Ал қазір дереу табаныңды жалтырат, әйтпесе жарып тастаймын. Жанарынан бет қаратпайтын жалын шашып, қолынан жүзі жалаң пышақ ұстаған әйелді көріп, адыраң көздің құты қашты. Ізінше қорыққанын жасырып, әрі әлгіндегі айтқан түгел жуып шайған болып, ой, мынау қайтеді, мынау қайтеді, мен қалжыңдадым, заманы бір замандас құрбы болған соң әзілдедім деп қара түнге жұтылып
қарасын батырған. Бірақ қайта айналып соғып, қара ниетін іске асырудың айналасынан еш тыйылмады. Түн жарымында келіп терезесін қағады. Жартылай жабайланған қаңғыбас мысықтардың мауыққандағы аш жөніне салып есігін тырналайды. Ит те ұлиды. Табалдырығына тұз себеді, күл шашады. Қақпан сыртынан шегелеп, электр тоғын қиып тастайды. Бір күні ауланың қақ ортасына балтамен шабылған иттің басы ілінген қара киімді қарақшы тұрғызып кетіпті. Ауылдың естияр адамдары: «Мынауың не сұмдық? Жесір әйелдің зәресін ұшырып, жетім баланың жүрегін шайлықтырдың ғой, шошынып ауырып қалса қайтесің» деп еді, құлақ аспады. Құтырына түсті. Әйелді аямай қайдағы ауыр жұмысқа салды. Жұмыс істеген күндері кем жазып, еңбек ақыдан қысты. Аласұрған ақ басқын боранда алыс қыстауда отырған малшыға адам таппағандай әйелді баласымен көмекшілікке жіберді. Суық жаңбыр жауып, соңы қиыршық қарға айналатын күздің қара өзек күндерінде саржаздың бытқылынан қамыс орғызды. Осындай азапты, ауыр жұмыстың ақырында зада әлсіз әйелдің өзі ақ аяғыма кеп құшар деген үміт болған. Әсіресе тілегені тәкаппарлық, сұлудың азып, өңі қашып, сүйегі саудырап, жүдеп қитықтап біткені болатын. Ол тілегі орындалмады. Жесір әйелдің балғын денесі шыңдалып, толысып, бұрын жел тимеген әппақ жүзі алқызылданып, ерекше бір ажар ашты. Әйелге жасаған қысастығынан есе таппаған байқұс бригадир сонау бір жылы ай толған түні Жындысайдың аузында жатып алып арақ ішкен екен. Ертесінде орнынан еліріп айғайлап тұрыпты. Содан оңалмады. Жындысайдың сақалды әйелі көрдім деп ауыл үшін кезіп сандырақтайды да жүреді. Адыраң көз бригадир қара түнге жұтылып, қарасын батырған түні бұрымын тарқатып жіберіп, жаны жараланған жесір жар төсегін екпеттей құлаған күйі бордай езіліп егілді дерсің. Жылаған сайын әлде бір қара тереңге шымбата түскен деме қалай, буыны босап, сол қара тереңнен құмығып бірдеңе іздейтін деме қалай, қырына аунап жатып, ала кеудесін алақандарын басқанда іші солқылдап кіндік түсі ысып сала берді ме қайтты. Көзіне моншақтап үзілген жастың арасынан соқпақпас адыраң көздің бейнесі бұлдыр-бұлдыр елестеп өтті ме, не істеді? Ең азабы осы екен ғой деп ысып лаулаған омырауына тырнақтарын батырып, жесір әйел таңды көзбен атырған. Ертеңінде жалаңаш иығын көріп жатсынған ұлының жалт бұрылып кеткенін сезгенде ана жүрегі елжіреп қайта оянды. Жоқ, мен тәні өлген әйелмін. Жоқ, мен тәні өлген әйелмін. Әйел төсегінен шиыршық атып тұрды. Құдықтан су тартты. Сосын ауладағы қалқайма үйдің ескі терезесін қараңғылап қойып, суығы сүйегінен өтетін құдықтың мұздай суына төбесінен төмен қарай құйынып, әбден жуынып шайынды. Су көптен бері көкірегінде жанған алауды басып, кіндік тұсын қыздырып жатып, алған шоқты сөндіргенін сезінді. Бойы жеңілдеп, табаны жерден қалықтап көтерілгендей болды. Сондай бір ғажап күйге енген әйел ұлы әжесіне қалған жайнамазды сандықтың түбінен алып, алдына кең етіп жайды да сәждеге бас қойды. Тәнімді қара жерге тапсырдым. Жалғыз ұлым үшін жаныма сауға бере көр, Алла.